Сәлеметсіздер ме құрметті ютуберлер мен көрермендер. Бүгінгі сабақта қалай алғашқы $100 YouTube арқылы табудың 3 түрін айтатын болам. Шын мәнісінде тек қана $100 емес, $1000, $5000 табу құпияларында айтатын болам. Сондықтан да видеоны до конца көріңіздер. Мен сіздерге гарантия берем, бұрын білмеген нәрселерді білетін боласыздар. Және көптеген блогерлер, ютуберлер секілді өзім табысымда еш нәрсені жасырмайтын болам, чтобы сізге толыққанды информацияны толыққанды жеткізу үшін барлығын ашық айтатын болам. Сондықтан да соңына дейін көруге кеңес берем. Менің есімім Мейрамбек, ютубта киностудия Мейрам, Мейрам ТВ, Мастер Мейрам секілді каналдарының авторымын. Қазір өздеріңіз ютубқа теріп көрсеңіздер болады, шынымен көз жеткізіп, қаншама подписчигім бар екенін көрсеңіздер болады. Неге киностудия Мейрам каналы шықты? Ашып көреміз. Мына жерде мен отбасыммен тұрмын. Қазір менде 1.400.000 подписчик бар. Киностудия Мейрам деп аталады, YouTube каналым. Және екінші каналым Мейрам ТВ. Мейрам ТВ каналы 323.000 подписчигі бар. Және Мастер Мейрам каналы бар. Мастер Мейрам каналында уже 59.000 подписчик. Енді көбісі ойлануда, YouTube бастасам ба, бастамасам ба, қандай пайдасы бар, не керегі бар деген секілді. Мен сізге айтарым, YouTube'ты бастаңыз. Көбісі ойлап қалуы мүмкін, өзінің курстарын сату үшін аш деп бізге пихат етіп жатыр идеясын депті. Бірақ шын мәнісінде сіздерге айтарым, менің курсымды сатып алсаңыз да, сатып алмасаңыз да, сіздер YouTube канал уже ашу керексіздер. Өйткені сіздердің бүгінгі түсірген видеоңыз сізге өмір бақи ақша әкеліп отырады. Кез келген мамандықта алайық, мұғалім, психолог, юрист болсын да, олардың табыстары өзінің уақытына шектеліп қалған. Мысалы, мұғалім мектепте немесе университетте 100 сағат сабақ береді. Ол физически кәдімгі денесімен үлгермейді 200 сағат сабақ беруге. Өйткені уақыт бәрімізде 24 сағат күніне. Енді айына табатыны 200-ден никак аса алмайды. Ал YouTube'да именно сол 100 сағатты сіз YouTube'қа жұмсайтын болсаңыз, сіз айына 200 мың емес 500 мың, 1 миллион теңге таба аласыз. Бұл жерде секрет оңайда. Көп жұмыс істесеңіз, ақшаңызды еселеп аласыз. Енді басында жақсылап разгон алып алғаннан кейіннен барып күніне 2 сағат жұмыс істесеңіз де былай жетіп жатады. Одан кейін көптеген блогерлердің, ютуберлердің айтатыны, не түсірсең де бір от души түсіру керексің, ақша үшін түсірмеу керексің деген тұжырым айтады. Бірақ шын мәнісінде сөзінің ашығы керек. Егер де түсіріп атқан контентіңнен, видеоңнан ақша түспесе, сенің желанияң да пайда болмайды, уже от души болмайды. Сондықтан да мен сіздерге айтарым, түсіретін болсаңыз, ақша үшін түсіріңіздер, бірақ шынымен жақсы көретін нәрсеңізді түсіріңіздер. Енді бұл жерде екеуі бір-біріне кәдімгідей байланып қалған. Желанияңды ашу үшін түсірген нәрсеңнен ақша түсу керек. Бірақ 1-2 ай шынымен білім алу керек. Қалай түсіру керек, не түсіру керек, көрерменге қызықты қалай белгілеу керек, трендті анықтау үшін де сондай инструменттерді қолдану керек. Сондықтан қазірден бастап сіз уже шешіп алу керексіз. Түсірген видеоңыздан кейін болашақта қандай түрмен ақша табасыз. Ең басты нәрсені айтайын, YouTube'дан ақша табудың 2 түрі бар. Яғни ол жерде просмотрдан ақша табасыз, либо өзіңіздің тауарыңызды немесе қызметіңіз сатасыз. Тура осыған байланысты контент 2-ге бөлінеді. Яғни сіз просмотрдан ақша табу үшін көңіл көтеретін контент түсіру керексіздер. Ол жерден фантазия керек бірінші очередь. Өздеріңіз білесіздер, бағдарламалар, сериалдар, кинолар, қалаулым, сержан братан деген сияқты нәрсенің барлығы көңіл көтеретін контент. Және білім беретін контент бар. Тамақ пісіру, фуд-блогер, тігін, мұғалімдік, психология, юрист, оның барлығы білім беретін контент болып табылады. Яғни көңіл көтеретінде адам, мына киноны көре салайық, іш пысып кетті ғой деген секілді оймен кіретін болса, білім беретін контентке мына нәрсені біліп алу керек екен, қызық болып жатыр екен деп соны іздеп барады, немесе случайно кездесіп қалған кезде соны көреді. Яғни ол білім беретін контент болып табылады. Менде 2 түрлі каналдарда бар, яғни көңіл көтеретінде, білім беретінде. Бірінші көңіл көтеретін контентті мысалға келтірем. Яғни менің 1.400.000 подписчигі бар, киностудия Мейрам каналын сіздерге мысалға келтіретін болам. Көңіл көтеретін контенттен қанша ақша жасауға болады. YouTube'та өзіңіздің значогыңыз болады. Творческий студияға кіріп, бүкіл табыс тексеру үшін творческий студияға кіреміз. Одан кейін сразу аналитика дегенге барамыз. Яғни бұл жерде бүкіл қай жерден қанша ақша түсіп жатыр, адамдар қайдан келіп жатыр, бүкіл статистика осы жерде тұрады аналитикадан. Енді бұл басты қатырудың қатты қажет жоқ, сразу қанша просмотрға, қанша табыс түсіп жатқан сіздерге көрсететін боламын. Мінекей 16 миллион просмотрға YouTube $5.963 берген. Яғни 28 күннің ішінде. YouTube бір ай емес, бір айда уже $6.000 болып есептеледі. Қалған 2 күнді қосқан кезде.
Қазір мына Google'ға $6000 $6000 теңге деп терем мына 2,5 миллион теңге шықты. Яғни YouTube 16 миллион просмотрға 2,5 миллион теңге береді. Тура осыдан уже отталкиваться ете берсеңіз болады да. YouTube'ты бастаған кезде сразу 10 миллион, 1 миллион жинау ол кәдімгі фантастика сөзінің ашығы керек. Ол үшін сіз инструменттерді үйрену керексіз. Бірақ бастай салып 16 миллион жинамайсыз. 1 миллион 600 мың жинасаңыз, сразу мына 1 нөлін алып тастасаңыз, 2,5 миллион емес, 250 мың теңге табасыз. Яғни бұл айлық көрсеткішті айта кетейін да, ол бір видеодан сондай просмотр емес, бүкіл осы уақытқа шейін түсірген видеолардың саны. Жалпы түсінікті ғой, 16 миллион емес, 1 миллион 600 мың просмотр жинайтын болсаңыз, сіз айына 250 мың теңгені спокойно табатын боласыз. Ол кәдімгі статистика. Көрерменнің сапасына да байланысты ақша беру. Егер де сіздің көрермендеріңіз балалар немесе көңіл көтеретін контентті көрушілер болатын болса, оларға рекламаны көрсеткен үшін аз ақша береді. YouTube аз ақша береді. Егер де сіздің контентіңіз бизнес туралы, тамақ пісіру туралы, психология туралы болатын болса, мұғалімдік болатын болса, YouTube сізге 2 есе көп ақша береді. Егер де мынау просмотр менде 16 миллион басқа каналда болатын болса, білім беретін каналда, ол жерде уже айына 2,5 миллион теңге емес, 5 миллион теңге болады. Мына жерде 5 миллион теңге тұратын еді. Яғни $12 төлейтін еді. Бірақ менің контентім көңіл көтеретін және балаларға арналған болғандықтан YouTube сонша аз төлейді. Бірақ бұл жерде аз төлегенмен мен количествомен алып отырмын да. Енді бұл жердегі көрсеткіш осы айдағы тапқан табысым болғанмен, бұның ішіне бүкіл осыға дейін түсірілген видеоларымның табысы кіреді. Бағана айтқаным сол, бүгін неге YouTube'ты бүгін бастау керексіз? Өйткені бүгін түсірген видеоңыз сіз 5 жыл бұрын, 10 жылдан кейін де сізге табыс түсіріп отыра береді. Бүгінгі түсірген видеоңыз, ертеңгі түсірген видеоңыз, 10 күн түсірген 3 видеоңыз сізге өмір бақи табыс алып келе береді. Енді есептеңіз. Мысалы, 1 жылдың ішінде қанша видео түсіресіз, соның барлығын жинап, қанша табысқа ие боласыз. Бұл енді көңіл көтеретін контентті. Доход дегенді бастым. Мына жерде доходқа кіргеннен кейін расширенный режимге басатын болсаңыз, бүкіл статистика шығады, қай видеодан қанша ақша түсіп атқан. Мына жерде ең төменіне түсті. Мына жерде үлкейгенде кім болам деген, мысалы, мына кино 2020 жыл түскен. Салғанымызда YouTube'қа $10 әкелді. $10 дегеніміз 4 мың теңге. Айына бір видеом 4 мың теңге әкеліп отыр. Енді барлығы онда емес, одан да азайып келетін бар, одан да көп алып келетін бар да, бірақ итоговый значениясы. Одан кейін бірден бір себебі неге бүгін бастау керексіз? Өткен мысалы бір видео түсірдіңіз ғой, соны көрген адам екінші видеоны да көреді. Тағы мына видеосы қызық екен, басқа қандай видеосы бар екен деп та. Сөйтіп бір-бірін сөйтіп тартқылап жүреді. Мына жерде тек абайлап ұста, мына бұл 2021. Так, мына 2019 жыл өзіңді жең деген қазақ шегінде 2019 жыл түсірген $42 алып келген. Бұл енді естественно үлкен каналымда, менің бұяқты 1 миллион бүкіл күш жігерімді осы каналға салам. Одан бөлек менде екінші канал бар. Ол енді сіздерге сәл жақын болу керек, мысал ретінде. Өйткені ұяқта просмотрлар ондай көп емес. Және подписчигі де аз, 10 есе аз. 10 есе емес, 5 есе аз. Бұл жерде мен 3 миллион просмотр болған, $832 түскен. Просмотрлар көп, бірақ басынан қысқа андай нелер түсіргенбіз біз. Вайндар 1 минуттықта, сондықтан да 1 минуттық видеоға көп ақша бермейді, YouTube сондықтан да доходы аз болып қалған. Егер де тура киностудия Мейрам деген 1 миллион подписчигі бар каналдағыдай ұзақтығы 20 минуттық, 15 минуттық видеолар болатын болса, бұның табысы уже $2000 көлемінде болатын еді. Бірақ 1 минуттық видеолар болғандықтан аз болған. Бірақ оның өзі $832 деген маған аз болып көрінгенмен, кейбір адамдардың біраз проблемасын шешіп тастайды. Бұл 354 мың теңге. Жай ғана YouTube'тан қосымша 300 мың теңге түсіп тұратын болса, ешкімнің еш жерін тесіп жатқан жоқ. Бұл жерде де доходқа кіретін болсақ, қандай видеодан қанша табыс түсіп жатқан көрініп тұрмын. $11, $12 деген секілді. Бүкіл YouTube'тың секреті көп видео түсіруде YouTube'қа арнап. Ең бірінші плюсы, сіздің каналыңыз YouTube'тың алгоритмі енеді. YouTube уже автоматик, YouTube'ты кәдімгі адам ретінде қабылдаңызда, мынау кісі аптасына 3 видеоны тоқтамай уақытылы салып жатыр. Значит, бұл серьезный канал. Бұл каналдың видеоларын басқа адамдарға ұсынуға болады екен деп видеоларыңыз ұсына бастайды.
Одан кейін алгоритм енгенден бөлек поискқа терген кезде сіздің каналыңыз шығады, видеоңыз көп болған сайын. Одан кейін екінші плюсы, сіз видео түсірген сайын өзіңіздің сөйлеу мәнеріңіз, камерада өзіңіздің ұстау қалпыңыз кәдімгідей өзгереді. Өткені бірінші, 10-шы видеоға дейін сәл сасқалақтайсыз, білмейсіз. Ал түсіре сөйле шешен боласың деген осы ғой енді. Қаншама видео көп түсірген сайын соғұрлым сіздің опытыңыз арта береді. Видеоны камерасының настройкасында қандай аппарат алу керек, қандай нәрсемен обзор жасау керек, қалай тамақ пісіру керек, қалай көрерменге ойыңды жеткізу керек, қай жерде қате жасадың. Әр видео сіздерді шыңдау үстінде болады да, екінші үлкен плюсы. Үшінші плюсы, сіздерді адамдар тани бастайды. Өткен айда көргенем ғой ол каналды. Жақсы нәрсесі бар еді деп ше, уже адамдардың көзіне көрінген сайын соғұрлым сізге деген симпатия пайда болады, сізге деген жақындық болады. Но осы үлкен 3 плюс ақша табудың секреттерінің бірінде. Яғни мен бірден алып бір кино түсіріп YouTubeқа сала салсам, оған сенім болмайды ол каналға. YouTube'та да, көрермендерде. Может, біреудің видеосын алып алғанша, біреудің көшіріп ұрлап сала саған шығар дегенде. Бірақ мен бір ай бойы сол бір видеоны да түсіре берсем, бір видеоны емес, сол сияқты видеолар түсіре берсем, көрерменімде YouTube'тың да кәдімгі сенімі артып, уже көрермендер артады. Бұрындары мен сөйтіп тупо түсіре бергем, сөйтіп мен дамуыма 6 жыл уақыт кеткен. 2015 жылы ашылған каналды, 2021-ге шейін қателіктер жасағам. Біраз қателіктер, инструменттер дұрыс жасамағам. Енді ең элементарный инструмент лайк, подписканы айтпаған. Мен ұялғам. Егер де видео ұнаса лайк бас деп айтуға да, шын мәнісінде бүкіл әлемге маған түкіргені бар да. Сен кімсің, қақтасың, түкіргені бар. Бірақ мен соның үстіне тағы да ұялам да. Сондықтан да мен сіздерге тағы да бір беретін кеңесім, ұялмаңыз, айтыңыз. Сол бір лайк, подписканы айтпаған үшін мен 6 жыл ұзақ дамуымның себептің бірі болды да. Ол бір инструмент. Мен YouTube'тың бәрін зерттеп 60 инструмент таптым. Сол 60 инструментті қолданған менің командамда оқушылар кәдімгі ұшып жатыр. Мен 6 жылда жеткен зорға деген жетістігіме 2 айда жетіп жатқан мамандар бар, YouTube авторлары бар. Бұл деген сөз ешқашан ұялмаңыз, және инструменттерді шынымен зерттеңіз, үйреніңіз. Бағана да айттым ғой, YouTube'та определенный алгоритм бар да, яғни 10 миллион просмотр болса, сен мынанша ақша табасың. 1 миллион просмотр болса, сен мынанша ақша табасың деп қатып қалған кәдімгі алгоритм бар. Ол тағында қатып қалған дегенде минимум сонша табасың да. Мен минимумды көрсетіп жатырмын сіздерге. Арнайы Social Blade деген не бар? Сайт бар, официальный сайт. Осы жерде мұны көрсеңіздер болады. Подписчик жағынан бүкіл Қазақстанның Social Blade Қазақстан деп YouTube Google-ға тересіз шығады. Қазақстан бойынша біздің канал, киностудия Мейрам 17-ші орында тұр. Мен әр вебинарда өткенде айтқам, менің 60 инструмент зерттеп YouTube каналыма қолданған алгоритмдерім датао атқан соншалықты, Балапан деген телеканалдан осып кеттік. Біздің 3 саты осып кеттік телеканалдан. Қарап отырсаңыздар, міне. Ода 1 миллион 300 мың подписчик болса, бізде 1 миллион 400 мың подписчик бар. Датао разгонмен осып кеттік. Енді бұл жерде мына қанша видео салынған көрініп тұр. Яғни 192 видео салынған. Мына айында қанша табыс табатын көрсетіліп тұр. $4300 минимум дегенше, сол минимуммен есептей беріңіз. Примерно келіп тұр ғой, мен мысалы $5000 тауып жатсам, 4300 болып тұр. Қатып қалған қағида мен статистикаға келіп сүйене отырып сіздерге айтар кеңесім, егер де сіздің каналыңызда 100 видео болатын болса, сіз айына 100 мың теңге гарантированно табасыз. Бірақ ол деген сөз алып бытырлатып видеоларды сала беру емес, әр видеоның үстіне дұрыс инструмент қолдану. Дұрыс инструмент қолдану деген видеоны YouTube-қа жүктегеннен барып бастап есептеледі. Қалай оның атын қоясың, қалай дұрыс жүктейсің, оптимизацияға дұрыс ендіру, соның барлығы влиять етеді кәдімгі. Дұрыс инструменттер қолданып 100 видео салатын болсаң, 100 мың теңге гарантированно табасың. Менің командам қолданып отырған бүкіл 60 инструмент қолданатын болсаң, 200 мыңға шейін спокойно шығуға мүмкіндік бар. Енді бұл жерде мен тек қана кино, көңіл көтеретін контент туралы айтып отырмын ғой. Бірақ тамақ пісіретін психолог, мұғалім, юрист деген сияқты мамандарға оған арналған менің арнайы Мастер Мейрам деген каналым бар. Ол жерде мен YouTube-ты қалай дамыту керек, қалай YouTube-та жетістікке жету керек деген сырларды айтамын, бірақ толық айтпаймын. Толыққанды білгің келсе, астындағы сілтеме арқылы өтіп, менің жеке сабақтарыма қатыссаң, толыққанды инструменттерді аласың, үйренесің деп айтам да. Бірақ командаға қосылып, сол инструменттерді алу ақысы 100 мың теңге.
Енді ол адам ойлауы мүмкін ғой, 100 мың теңге не істеймін деп алып ше. Бұл жерде тағы бір айтып беретін нәрсе, мына әр видеода қарап отырсаңыз 1000 просмотр, 1700, 1200 просмотр. Примерно 1000 просмотр болады да. Бірақ 1000 просмотрдың бір адам алады. Ол кәдімгі қатып қалған статистика. Сол сенің видеоңды іздеп келген 1000 адам, яғни YouTube'пен даму деген сияқты темамен іздеп келді ғой. Сол 1000 адамның біреуі сатып алады деген сөз. Өйткені ол жерде бізде кері байланыс бар, арнайы чат бар. Өзім апта сайын отырып бүкіл ютуберлердің, сол біздің командадағы ютуберлердің каналдарын талқылап отырамын. Ол құндылықты ол біліп, бір адам сатып алады 100 мың теңгеге. Аптасына 4 видео шығарамын, мысалы. 4 видеода әр адам 100 мың теңгеден сатып алса, 400 мың теңгеде. Бұл кәдімгі қатып қалған статистика. Тура солай сізде аптасына 3 видео салып отырып, дұрыс инструменттер қолданатын болсаңыз, айына 400 мың теңгені спокойно табасыз. Ол кәдімгі гарантированно. Бұдан кейін, мына аналитикаға қазір кірем. Бұл жақта просмотрдан 13 доллар түскен. Міне көріп тұрсыздар. 19 мың просмотр болған, 13 доллар түскен. Бұл деген сөз, егер де сіздің каналыңыз, YouTube каналыңыздың видеоларыңыз көңіл көтеретін болмаса, развлекательный, сізде просмотр болмайды. Ол деген сөз, просмотрдан аз ақша табасыз. Бұл енді аптасына мен бірақ видео салғандықтан менде просмотр аз болады. Егер де сіз аптасына 3 видео салатын болсаңыз, просмотрыңыз кәдімгі көбейеді. Бірақ мен уақытым жоқ бұл жерде көп видео салуға, өткені мен өзімнің командамен жұмыс істеудемін да, и киностудия Мейрам деген каналға көңіл бөлудемін. Бұл мен аптасына бірақ рет видео салғандықтан 19 мың просмотр болды айына. Бірақ сіз аптасына 3 видео салып отыратын болсаңыз, мына жерде просмотрыңыз 19 мың емес, кәдімгі 190 мың болады да. Кәдімгі факт. 190 мыңнан примерно айына 100 мың теңге спокойно тауып отыра беретін боласыз. Ал егер де өзіңіздің тауарыңызды немесе қызметіңізді сататын болсаңыз, айына 500 мың, 1 миллион спокойно табатын боласыз. Бірақ ол жерде табандылық керек. Табандылық дегенде көп ютуберлер немесе менің шәкірттерім ұялады сатуға. Егер де саған мынау рецепт ұнаса, мен жасаған тортым, мынау WhatsApp-қа хабарласып сатып алсаңыз болады деп ше. Немесе, мысалы, психолог өз бала мен ананың арасында қарым-қатынасы, үшін психология туралы түсіндіріп жатыр да. И егер де сіз мен жеке консультацияма қатысқыңыз келсе, астындағы сайтқа өтіп, маған кез келген сұрағыңызды қоя аласыз деген нәрсені айтуға ұялады. Қалай мен сатам деген сияқты да. Егер де сіз сол страхты, яғни қорқынышты аттап өтетін болсаңыз, сіз айына 200 мың, 500 мың, 1 миллион деген спокойно таба беретін боласыз. Яғни именно осы Мастер Мейрам каналынан түсіп жатқан табысты қазір мен сізге көрсетем. Ол үшін мен Каспик Pay'ге кірем. Менде 2 компания бар, ТО Мейрам және Cinema Corporation деген. Мына Cinema Corporation текущий счета, мына продажа. Оны кеше 40 мың теңгеге продажа болған менде. Жалпы осы айда, бір айда көлемінде 1 миллион 200 мың теңгеге продажа болған. Именно Каспидің өзінің алған комиссиясы. Яғни мен 1 миллион 200 мың теңгеге жай ғана бір канал арқылы сатылым жасағам. Бұл жерде сіз ұялмау керексіз. Сатып ал деп айтуға да, егер де шынымен табысқа иеге болғыңыз келсе. Ал енді ұялсаңыз, амал жоқ, айына 200 мың, 300 мың теңге ғана тауып отыратын боласыз. Тек просмотрдан түскен ақшадан да. Тағы да бір мысал айта кетейін, қалай білім беретін контенттен ақша табуға болады. Бағана айтқандай, мұғалім болсын, психолог болсын, үйде отырған тамақ әзірлейтін маман болсын, ұста болсын да. Мына Көкпар 777 деген канал бар, менде уже 3000 подписчик болып қалған. Яғни бұл жерде мен өзімнің көкемді түсіргем. Яғни ол қолдан егер жасайды, кәдімгі аттың үстінде отырып шабатын егер жасайды. Бұл жерде көп инструмент қолданған жоқпын, бірақ инструмент қолдым, ол оптимизация. Оптимизация дегеніміз YouTube-қа терген кезде, мысалы көкпар деп теретін болса, менің видеоларым алдыңғы қатарларда шығатын инструмент. Сөйтіп, мұны көкпар 2020 Жамбыл облысы, Түркістан деген сияқты өткен жылы түсіргем көкпарды. Мына көкемді түсіре салдым. И көкем кәдімгі қалай егер жасау туралы айтады, видео түсіріп отырып та, тура солай сізде қалай тамақ пісіру, қалай торт жасау, ерекше рецептеріңізді айтып отырсаңыз болды. Ерекше емес, кәдімгі рецепт айтып отырса да болады. Мұны қарап отырсаңыз, қалай жасайды, қалай не істейді, бұның ерекшелігіне де барлығын айта отырды. Ең астында видеоның ішіне сатқан да жоқпыз. Егер тапсырыс берген келсе, мынау телефонға хабарласыпты. Жай ғана астына мұның телефон номерін жазып қойдық. Ұста Құрбанәлі Арыстанбекұлының телефон номері деп ше. Әшейін жазып қойдым. Бір видеоға түсірген үшін бір айда 10 егер сатқан.
Яғни бұрын бір егерін 80 мың теңгеден сататын болса, қазір уже 100 мыңнан 120 мыңнан сатып жатыр. Бұл деген сөз, сізге неғұрлым көп спрос түскен сайын, соғұрлым сатылымыңыз бағасы қымбаттайды. Бұрын 80 мыңға сатып жатқан егерлерін уже 100 мыңнан 120 мыңнан, яғни бағасы өсті де. Тура солай, сіз не сатып жатсыз? Консультация сатып жатсыз ба? Өзіңіздің торттарыңызды, рецептіңізді сатып жатсыз ба? Спрос туындады ма, бағасы да қымбаттайды. Естественно нәрсе де. Сондықтан да уже YouTube жүргізгеннен кейін сіздің бағаңыз қымбаттай бастайды. Өйткені сізді көп адам танып жатыр. И айына түсетін табысыңыз да арта береді. Айына 400 мың теңге, аптасына бірақ видео салып отырып, айына 400 мың теңге тауып жатырмын деп жатырмын ғой. И әр видеоның просмотры 1000 просмотр. Бірақ енді сізде енді бастап жатсыз да. Бір ай өтті, 2 ай өтті. И әр видеоңыздың просмотры 1000 просмотр болатын болса, енді бұл гарантия емес, сізде 400 мың табасыз деген. Ең басында 100 мың табасыз, 200 мың, 300 мың, 400 мың, 500 мың болып, бағанағы мысалда көрсеткендей 1 миллионға шейін таба беретін боласыз. Видеоның басында айтылған кеңесінің ең түпнұсқасы осы. Бүгін бастасаңыз, сіз өмір бойы сол видеолар сізге табыс әкеліп отыратын болады. Тағы бір құпия айта кетейін. Енді осындай жетістікке жету үшін менде 6 жыл уақыт кетті да. Ал оказывается, бұндай жетістікке жету үшін бір ай керек екен да. Дұрыс инструменттерді үйреніп. Және сіздер мен осы 6 жыл бойы жинаған 60 инструментті бір айда үйреніп, үлкен жетістікке жеткіңіз келсе, мынау астындағы сілтеме арқылы өтіп, менің курстарыма қатысыңыздар, мен сіздерге гарантия берем. Егер де сол курстарды оқып шығып, просмотр немесе подписчик болмаса табыс таппасаңыз, мен сізге ақшаңызды қайтарып берем. Одан кейін арнайы чат бар. Мен апта сайын бүкіл менің YouTube командамдағы ютуберлердің каналдарын көріп, разбор жасап отырамын. Бүгін берген мәлімет сіздерге пайдалы болғанына сенімдімін. Және менің командамда кездескенше сау сәлемет болыңыздар.